Өткен дәрісте біз органикалық молекулалар құрылымының негізгі аспектілерін қарастырдық. Енді номенклатураға, органикалық молекулалардың атауларына тоқталатын болсақ. Әрине біз бұл тақырыпқа әлі де оралатын боламыз, өйткені әр жаңа класстарды, органикалық молекулалардың әр жаңа түрінің өзіндік ерекшелігі бар. Бірақ кейбір жалпы қағидаларға сүйенетін боламыз. Органикалық қосылыстардың түрі өте көп, тіпті жүздеген миллион заттардан тұрады, және қандай да бір жолмен оларды атау керек, қандай да бір түрді оларды жіктеу керек болып табылады. 17-18 ғасырларда органикалық қосылыстарды химиктер өздерінің атымен немесе жақын адамның, жануардың, досының атымен сияқты бір қарағанда ештеңе білдірмейтін сөз ойлап тауып атап жүрген. Яғни толық мағынасыз атаулар болған. Уақыт өте келе бұл химиктердің бір-бірін түсіну қиыншылыққа тудырып, сол молекула бірнеше ондаған түрлі атаулармен белгілі болған кезде қызықты жағдайлар басталған. Химиктер қандай да бір қасиеттерді талқылады, яғни бір-біріне дәлелдеді. Содан кейін бұл да шамамен бірдей нәрсе екенін белгілі болды. Осыдан кейін маңызды мәселе туындай бастады. Заттарды қалай жіктеуге болады. Химиялық номенклатура ұғымы пайда бола бастады. Ал химиялық номенклатура дегеніміз не? Химиялық номенклатура бұл біріншіден заттарды кез келген негізде жіктеу. Екіншіден оларға әлемнің барлық химиктері түсінетін белгілі бір атаулар беруге мүмкіндік беретін ережелер жиынтығы. Алғашқы номенклатуралардың бірі Лавуазье ұсынды. Бұл 18 ғасырдың аяғы болатын. Ол химия саласындағы барлық органикалық білімді біріктіруге тырысты. Алғашқы маңызды әрекетті жасады. Ол кезде химия туралы мағлұматтар аз болатын, бірақ ортақ жүйені жасауға тырысты. Ресейде оның ізбасары Василий Михайлович Севергин болған. Бұл ғалым 19 ғасырдың басында химиямен айналысқан. Жалпы бұл адам геология, география және кейбір биологиялық зерттеулер саласында өте танымал. Бірақ химияда ол номенклатураны орыс тілінде бейімдеген ғалым ретінде танымал болып келеді. Өйткені барлық тілдерде адамдар сөйлейтін диалект үшін белгілі бір ерекшеліктер бар екені сөзсіз. Қазіргі кезде әлемде химия барған сайын жан-жақты бола түсуде. Севергин оттегі сияқты таныс сөздерді енгізді, бірақ ол бастапқыда оттегіні қышқыл деп атады. Содан кейін ол бізге таныс оттегіге айналды. Сутегі, азот, көміртек туралы оксидтер пайда бола бастады. Органикалық химияға оралайық. Органикалық химияда номенклатураның 3 түрі бар. Әрине бұл тривиалды номенклатура. Сонымен қатар органикалық химияда рационалды номенклатура, бірақ кейде биорганикалық химиядағы номенклатурамен ұғымдар ауыстырылып келеді. Сіз әрине биорганикалық химия курсында танысқан барлық биорганикалық номенклатураны бәрі сізге бастапқыда рационалды деп саналған. Ал органикалық химияда, органикалық заттарды рационалды номенклатурада ол тек бір класс аясында ғана қолданылады. Яғни әдетте ұтымды номенклатура аясында қарапайым молекула таңдалады. Осы қатардан қарапайым өкілі және оның негізінде барлық басқа заттардың атауы құрылады. Жүйелік номенклатура. Мұнда толығырақ тоқталу керек. 1892 жылы Женева номенклатурасы пайда болды. Яғни химиктер жиналып органикалық химия саласында келісуге органикалық молекулаларды құру ережелерінің негізгі жиынтығын, органикалық молекулалардың атауларын жасауға тырысты. Әрі қарай 1930 жылы жаңа редакция пайда болып, жүйелі номенклатураның жаңа түрі пайда болды. Ол Женеваның орнына қабылданды. Енді біз Леж номенклатурасы туралы айтып отырмыз. Бұл номенклатурадағы атаулар өте қарапайым болды. Бірақ 1947 жылы халықаралық теориялық және қолданбалы химия одағы ЮПАК бұл бүкіл әлемдегі химиктердің коммерциялық емес ұйымы, ол қазіргі уақытқа дейін өмір сүріп дамып келеді. Және де белгілі бір ережелерге жаңа заңдар мен толықтырулар шығарылып жатыр. Сонымен қатар 1957 жылы әлемге 10 жылдан кейін ЮПАК жүйелі номенклатурасы деп аталатын номенклатура енгізіле бастады. Әрине, біз жаңа сыныптарды зерттелеу кезінде келесі дәрістерде егжей-тегжейлі қарастыратын боламыз. Бірақ номенклатураның негізгі кезеңдерін атап өтейік. Негіз ретінде бірнеше классификацияларды қабылданған. Бастапқыда көміртегі тізбегінің құрылымы бойынша жіктеу ұсынылды. Осы принципке сәйкес барлық органикалық заттар циклді және циклдік емес болып бөлінді.
Циклдік емес заттар екі түрге: шекті, яғни тек бір көміртек байланысы бар, және қанықпаған, яғни көміртегі атомдар арасында қос немесе үштік байланысы бар қосылыстар. Осы кезегінде екеуі де, яғни шекті және қанықпаған органикалық молекулаларда тармақталған және тармақталмаған, сызықты, қаңқа болу сияқты ережелер қалыптасқан. Яғни көміртек атомдары қатаң түрде тізбек түрінде орналасуы мүмкін, немесе тармақталған күрделі құрылымға ие болуы мүмкін. Циклді көмірсутектерде екі субклассқа бөлінеді. Олар карбоциклді, яғни цикл тек көміртек атомдарынан, немесе гетероциклді болып келеді. Гетероциклдер бұл гетероатомдар, яғни көміртек мен сутегіден басқа да атомдар қалыптасады. Ал өз кезегінде карбо және гетероциклді қосылыстар ароматты, аромат емес болып бөлінеді. Жүйелік номенклатурада атау мен жіктеуді құрудың тағы бір қағидасы функционалдық топтарға жіктеу. Функционалды топ бұл бізге қосылыстар класының химиялық қасиеттерін қамтамасыз ететін атомдар мен атомдар тобы, және әдетте олар көміртек атомдар немесе қосымша атомдары бар топтардан тұрады. Оттегі, азот, күкірт және Менделеев жүйесінде кездесетін барлық элементтерді айтуға болады. Бұл органикалық химияда гидроксил тобы деп аталатын топ, ал карбонил тобы қос байланыс көміртек оттегі атомы бар карбоксил тобы, амин-амид тобы жатқызуға болады. Маңызды мағлұмат: молекуланың құрамына бірнеше функционалды топтар кіру мүмкін, және олар қосылысының химиялық қасиеттерін анықтайды. Химиялық заттардың барлық кластары бір-бірімен тығыз байланыста, және көбінесе бір кластың химиялық қасиеттер басқа қосылыстардың класын алу әдісі болып табылады.